Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біздің тақырыбымыз ион алмасу реакциялары болады. Сіздер өткен сабақта ион деген терминмен таныс болғансыздар. Ион дегеніміз не? Бұл зарядталған бөлшек. Зарядталған бөлшек. Қалай зарядталады? Яғни электролиттік диссоциация жүрген кезде бұл бөлшек, яғни молекула немесе атом электроннан айырылады, немесе оған электрон қосылып, ол зарядталған бөлшекке айналады. Бұл жерде диссоциациялану процесі жүреді, яғни иондық қосылыс суда еріген кезде оң және теріс зарядталған иондарға ыдырайды. Бұл зарядталған бөлшектерге айналады. Бізде екі түрлі ион болады, оң зарядталған және теріс зарядталған. Оны біз катион және анион деп атаймыз. Енді оқушылар, сіздер еру деген процесті естіген боласыздар. Біз өткен сабақтарда диссоциациялану дегенді естідік. Еру диссоциациялауға өте ұқсас. Мысалға, мынандай екі мысал келтірсек. Қанттың кристаллының құрылысы салатын болсам, қант ол белгілі бір молекуладан тұрады. Ол молекулалар осындай үлкен алып кристалдық макромолекулалық кристалдық тор түзеді. Арасында молекулалық байланыстар болады. Қантты суда ерткен кезде әрбір қанттың молекуласы мен судың молекуласы, бір судың молекуласы байланыс түзіп, сутектік байланыс, бұл мына жердегі кристалдық торды бұзады. Нәтижесінде қатты қант, мына жерде қатты болады басында, әр молекула сумен байланысқан кезде, кристалдық тор бұзылған кезде, ол сұйыққа айналады. Нәтижесінде бізде, мысалға, бір қанттың молекуласы қант сумен, келесі қант тағы басқа бір сумен, үшінші қант үшінші сумен, осылайша әрқайсысы жеке-жеке бөлшекке айналады. Осы күйде біз қантты сұйық күйін байқаймыз. Яғни оның түсі болмайды, түссіз, өйткені бұл жердегі еріткіш бізде су, бірақ дәм болады. Бұған дәм беруші бұл қанттың молекуласы. Бұл еру процесіне жатады. Диссоциациялану процесіне жатпайды. Енді мен диссоциациялану процесін сызып көрсетейін. Мұнда қазір иондық қосылыстың құрылысын салайын. Мұнда оң және теріс зарядталған бөлшектер осылайынан кезек-кезек орналасады құрылыста. Мұнда молекуланың заряды болмайды. Енді бұл сумен әрекеттескен кезде мұнда әрбір теріс және оң зарядталған иондар бірнеше су молекулалармен байланыс түзеді. Оң зарядталған, теріс зарядталған, оң зарядталған, теріс зарядталған. Осыған су молекулалар, бірнеше су молекулалары байланыс түзе орналасады. Яғни, әрбір ионның жанында су молекулалар қаптайды. Екі мұнда құрылыстың айырмашылығы, бұған екеуіне де су қосқан кезде кристалдық тор бұзылып тұр, екеуінде де. Нәтижесінде ол сұйық фазаға айналды. Алайда бірінші мысалда біз бұны еру процесі дейміз, ал екінші мысалда біз бұны диссоциациялану дейміз. Не себепті? Себебі диссоциациялану процесі кезінде бізде зарядталған бөлшектер, оң және теріс зарядталған бөлшектер пайда болады. Еру процесінің кезінде зарядталған бөлшектердің пайда болуы міндетті емес. Алайда біз қарапайым тұрмыста, мысалы, тұздардың диссоциациялануын еру деп айтамыз. Мысалға, біз суға тұзды араластырғанда, біз оны диссоциациялану деп атамаймыз. Біз оны еру деп атаймыз. Оған еру деп атауға болады. Сонымен, енді біз бүгін ион алмасу реакцияларында қалайша иондардың алмасу нәтижесінде жаңа қосылыстың пайда болатынын байқаймыз. Бірнеше мысал жазатын болсақ. Біріншіден, біз қазір ерігіштік терминімен таныссақ. Ерігіштікті біз қатты заттың, еритін заттың
еріткіш зат та, мысалға бұл жерде су үздіксіз еріп, гомогенді ерітінді түзу процесін айтамыз. Осы ерігіштіктің кезінде әрбір қосылыстың белгілі бір мөлшері бар, максималды, яғни еритін заттың максималды еру деңгейі бар. Осын біз қазір қарастыратын болсақ, және ол ерігіштігіне байланысты заттар, қосылыстар жақсы еритін, орташа еритін, аз еритін және ерімейтін деп бөлінеді. Жақсы еритіндерге еритін заттар, бұлар әрбір 3 грамм еритін зат 100 мл суда ерісе, одан жоғары еритін болса, бұл жақсы еритін затқа жатады. Яғни 3 грамм дегеніміз 3 грамм немесе одан да жоғары масса осы еритін заттың 100 мл суда ерісе, бұл жақсы еритінге жатады. Ал орташа еритін 3 граммнан 1 граммға дейін 100 мл суда 3 грамм мен 1 грамм арасындағы еритін зат ерісе, бұл орташа еритінге жатады. Аз еритінге, егерде 1 граммнан 0,1 грамм аралығындағы масса 100 мл суда ерісе, бұл аз еритін деп саналады. Келесі өте аз еритін. Бұл 0,1 граммнан 0,01 граммға дейінгі масса 100 мл ерісе, бұл өте аз еритін. Ал ерімейтін затты, зат деп ерімейтін, бұл 0,01 граммнан төмен масса 100 мл еритін болса, бұл заттарды біз ерімейтін деп атаймыз. Енді қазір бірнеше мысал келтіретін болсақ, қазір бірнеше ион аламыз. Кальций ионы мысалға және күміс ионы. Бұларға қарама-қарсы кестеде қазір аниондарды келтіреміз. Бірінші бізде гидроксид ионы, одан кейін нитрат ионы және хлорид ионы. Біз әрбір оң және теріс зарядталған иондарды қосып, бір қосылыс түземіз. Яғни кальций ионы мен гидроксид ионы қосылған кезде кальций гидроксиді түзіледі. Кальций гидроксидінің ерігіштігі 100 мл суда 1,5 грамм ериді. Яғни бұл 1,5 грамм дегеніміз, бұл орташа еритінге жатады. Яғни бұл орташа немесе аз еритін деп белгі қойсақ болады. Келесі кальций нитратын алатын болсақ, бізде кальций және нитрат иондарын қосатын болсақ, кальций нитраты түзіледі. Кальций нитратының ерігіштігі 100 мл суда 120 грамм кальций нитраты ериді. Бұл 120 грамм 3 граммнан жоғары, сондықтан жақсы еритін. Біз оны Е деген әріп қоямыз. Кальций хлоридін алатын болсақ, кальций және хлор иондарын қосатын болсақ, бізде кальций хлориді түзіледі қосылысы. Бұның судағы ерігіштігі қалыпты жағдайда кальций хлоридінің суда ерігіштігі 80 грамм, яғни 100 мл суда 80 грамм ериді. Бұл жақсы ериді, 3 граммнан жоғары, сондықтан бұған Е деген әріп қоямыз. Аргентум гидроксиді. Аргентум ионы мен гидроксид ионын қосатын болсақ, бізде аргентум гидроксиді пайда болмайды. Себебі аргентум гидроксиді өте тұрақсыз қосылыс, бұл бірден аргентум оксидіне және суға ыдырайды. Реакцияны теңестіретін болсақ, 2 аргентум, 2 оттек, 2 сутек. Не себепті аргентум гидроксиді тұрақсыз? Бұны біз жоғары сыныптарда термодинамика тақырыптарын және термотұрақтылық тақырыптарында тереңірек қарастырамыз. Сонда аргентум гидроксиді біз жоқ деп минус белгісін қоямыз. Бұндай қосылыс жоқ, болмайды, кездеспейді. Аргентум мен нитрат иондарын қосатын болсақ, бізде аргентум нитраты қосылысы түзіледі. Бұның ерігіштігі бізде 100 мл суда 250 грамм аргентум нитраты ериді. Яғни бұл кальций нитратының ерігіштігінен жоғары. Бұл жақсы еритін зат болғандықтан Е деген белгі әріп қоямыз. Келесі бізде аргентум хлориді. Аргентум мен хлорид иондарын қосатын болсақ, аргентум хлориді түзіледі. Оның ерігіштігі 100 мл суда 0,0005 грамм ғана аргентум хлориді ериді. Яғни бұл қайсына жатады?
0,01 граммнан төмен, яғни ерімейтін. Бұған EM деп белгі қоямыз. Сонда оқушылар, біз қарайық, бірнеше қосылыс, бізде еритін қосылыстарды айтатын болсақ, кальций нитраты жақсы ериді, аргентум нитраты өте жақсы ериді, кальций хлориді да жақсы ериді, бұларға барлығына Е деген әріп қойдық. Және кальций гидроксиді аз ериді, өйткені 100 мл суда 1,5 грамм ғана максимум бұл иондар ыдырайды. Қалған ион, егерде 1,5 граммнан көп салатын болсақ суға, ол қатты күйінде, яғни иондық кристалл тор күйінде қалып қояды. Аргентум хлориді мүлдем өте аз ериді. Сондықтан бұған ерімейді деген белгі қоямыз. Ал кейбір қосылыстар табиғатта мүмкін емес немесе өте тұрақсыз болады. Сондықтан оларға минус деген белгі қоямыз. Оқушылар, сіздер класста немесе мектепте көрген болатсыздар, заттардың, иондардың бір-бірімен қосылыс түзіп, олардың ерігіштік кестесін. Бұл ерігіштік кестеде сіздер әрбір ионның бір-бірімен қосылыс түзіп, олардың қаншалықты ерейді немесе ерімейтінін байқай аласыздар. Бұл ақпарат бізге өте қажетті. Бұнымен біз көп қолданып, реакция кезінде қай кезде бізде тұнба немесе аз диссоциацияның қосылысының түзілетін біз болжай аламыз. Қазір оқушылар бірнеше реакция осы бойынша қарастырып сызып көрейік. Қазір оқушылар бізде жаңа бірнеше қосылыстар пайда болды. Бұл аргентум хлориді, аргентум нитраты, аргентум гидроксиді біз болмайды дедік. Кальций хлориді, кальций нитраты, кальций гидроксиді. Енді осы қосылыстармен біз қазір химиялық реакциялар жазып көрейік. Бірінші аргентум хлоридін алайын. Аргентум хлориді не қосамын? Аргентум нитратын. Қалай ойлайсыздар, не болады оқушылар? Аргентум хлориді естеріңізде болса, бұл ерімейтін қосылыс. Яғни ол иондарға ыдырамайды, диссоциацияланбайды. Диссоциацияланған кезінде де ол өте аз мөлшерде. Сондықтан ол ерімейтін болғандықтан біз оған Q деген, қатты деген белгі қоя салайық. Аргентум нитраты ериді, диссоциацияланады, аргентум және нитрат иондарына айырылады, бірақ ион алмасу жүрмейді. Яғни ешқандай химиялық реакция болмайды. Химиялық реакция болу үшін бұл жердегі бірінші қосылыс екінші қосылыстың компоненттерімен орын алмасу қажет. Бұнда алмасу процесі жүрмегендіктен неге? Себебі аргентум хлориді бөлінгісі келмейді, яғни өзгергісі келмейді. Келесі мысалды көрейік. Аргентум хлоридіне кальций хлоридін. Бұл да реакция жүрмейді, себебі аргентум хлориді бізде ерімейтін зат. Басқа мысал алайық. Аргентум нитраты мен кальций хлоридін. Аргентум нитраты кальций хлоридін қоссақ. Аргентум нитраты және кальций хлориді бізде жақсы еритін заттар, сондықтан олар диссоциацияланады жақсы, ион алмасуға бұлар дайын. Сонда ион алмасқан кезде бірінші қосылыстың компоненті, бір компоненті екінші қосылыстың компонентіне орын алмасады. Яғни бұл жақтағы катион мына катионмен орын алмасады. Аргентум мен кальций. Сонда нәтижесінде аргентум хлориді және кальций нитраты пайда болады. Аргентум хлориді және кальций нитраты. Енді бізде не пайда болды? Басында еритін екі тұз, сулы ерітінділері, осы тұздардың еріп, ион алмасып, катиондармен алмасты, жаңа қосылыстар түзілді. Бұл үшінші және төртінші қосылыстар. Бұл қосылыстарда еритін және ерімейтін қосылыстар бар ма? Кальций нитраты жақсы ериді, яғни ол иондарда диссоциацияланып тұрады. Аргентум хлориді ерімейді. Яғни реакция нәтижесінде біз байқаймыз, не байқаймыз? Белгілі бір тұнбаның қатты заттың түзілгенін байқаймыз. Мына жерде бізде осы қатты затты біз тұнба деп атаймыз. Келесі реакцияны көрейік. Мәселен, аргентум нитраты мен кальций нитратын қоссақ. Аргентум нитраты және кальций нитраты. Ион алмасу болады. Мәселен, кальций мен аргентум ауысса, нәтижесінде дәл сол қосылыстар түзіледі. Аргентум нитраты және кальций нитраты. Бұны біз химиялық реакцияға жатқызбаймыз, себебі ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бірінші қосылыс, екінші қосылыс, бірінші қосылыс, екінші қосылыс. Химиялық реакция емес. Сонымен оқушылар, осы екі реакцияны қазір талдап көрсек, бірінші реакцияда бізде химиялық реакция бар, екінші реакцияда химиялық реакция жоқ. Осы бірінші реакцияны біз қазір бұл көрсетілгені молекулалық теңдеу деп аталады. Қазір біз
толық иондық және қысқартылған иондық теңдеуін жазамыз. Бірінші біз теңестіруіміз керек. Нитрат бізде 2, мында 2 қоямыз, аргентум 2, мында 2 қоямыз, хлор 2 болды теңесті. Енді толық иондық теңдеуін жазамыз. Аргентум нитраты сулы ерітіндісі 2 аргентум ионына ыдырайды, және нитрат 2 нитрат ионына ыдырайды. Коэффициенттерін әрбір ионның алдына қойды ұмытпаймыз, және зарядын ұмытпаймыз. Кальций хлориді еритін зат, кальций ионына ыдырайды, заряды 2+, және 2 хлор хлорид ионына ыдырайды. Нәтижесінде бізде пайда болды қатты зат, бұл аргентум хлориді. Оны иондарға ыдыратпаймыз, түгелімен жазамыз молекулалық теңдеуін. Және кальций нитрат ыдырайды, 1 кальций ионы және 2 нитрат ионына ыдырайды. Бұл бізде толық иондық теңдеу деп аталады. Енді теңдіктің екі жағындағы ұқсас заттарды қысқартсақ болады. 2 нитрат пен 2 нитрат қысқарады. 2 кальций мен 2 кальций қысқарып, қалған нәрсені біз астына жазып шығамыз. 2 аргентум плюс 2 хлор минус болады 2 аргентум хлор. Бұны біз қысқартылған иондық теңдеу дейміз. Қысқартылған иондық теңдеу. Мұнаны біз толық иондық теңдеу дейміз. Иондық теңдеу. Сонымен, оқушылар, біз бүгін ион алмасу реакцияларына бірнеше мысал келтірдік. Ион алмасу дегеніміз бұл ерудің диссоциациялану кезінде екі қосылыстың бір-бірімен катиондарын және аниондарының алмасуы нәтижесінде пайда болған реакцияны айтсақ болады. Реакция деп жатқызуға болады, егер де ион алмасудың нәтижесінде бізде ерімейтін немесе аз еритін қосылыстар пайда болса, мысалға аргентум хлориді сияқты. Егер де барлығы еритін заттар болатын болса, онда ион алмасу жүрмейді, бұл химиялық реакцияға жатпайды. Сонымен қатар біз ион алмасу реакциясының 3 түрлі теңдеуін жазып үйрендік. Бұл молекулалық теңдеу, толық иондық теңдеу және қысқартылған иондық теңдеу. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.